қазақтың ұлттық құндылықтарын қазіргі таңда заманауи бағытта үйлестіріп дидактикалық ойындар арқылы ойнаймыз. Қазіргі сендер ойнайын деп отқан ойындарының аты кімсерек. Асықтарды өз орындарына түстерге ажыратып қойып, сендердің зейінділіктер мен шарттары керек болады. Ойынның шарты әр асықты өз тұсына бейімдеп қойыңдар. Жарайсыңдар. Сен ұйымдасқан сәкетте шаршаған кезде сенің қол жаттығуларыңды жұмыс жасаймыз кәніге. Ою арқылы, шеңбер арқылы көздің қолымен жасай ғой шеңбер. Енді шарты домалақта. Көз бен қолдың бірге жұмыс істеуін және зейін тұрақтылығыңды сақтайды. Және екі ми шарының бірге жұмыс жасауына көмегі тиеді. Әлі қазір сенің тапсырма не болып жаттығу? Қазір қолмен шарды қалай түзу бойынша, шары бойынша жұмыс жасаймыз. Алақанға салып, бірге, аға, өте жақсы. Жоғары қарай көтере қой. Өте жақсы. Бұл сенің зейін тұрақтылығыңды және ептілігіңді, шапшаңдығыңды күшейтеді. Дайына. Сенің алдында тұрған тапсырма киіз үйді құрау. Әр киіз үйдің пішініне қарап өз орнына орналастырасың. Жарай ма? Ал, бастай қой. Киіз үйді өз орнына құрастыра қой. Бұл уықтары, иә? Уықтары үлкен және кіші, әртүрлі пішіндерден тұрады екен. Қоя. Жарайсың. Балалар, сендердің алдарында тұрған бұл қазақтың ұлттық құндылығы қари. Қариымыз балалар қыста жылы, жазда салқын болады екен. Маған кім айтады? Қари неше бөліктен тұрады? Ала айта ғой. Ертеде біздің ата-бабаларымыз осындай киіз үйде тұрады. Шаңырақ, уы, кереге, тықырлауы, үзік бау. Мына ойынның аты түстерді ажырату. Сендерге тапсырма 4 ұяшыққа 4 түсті орналастырып, ұяшыққа. Мына ойынның аты қызықты оюлар деп аталады. Ойынның шарты мына тұрған алдыңда слаймға, мына оюға слаймды жапсырсаң, қазақтың ұлттық ойыны шығады. Иә? Жасаймыз ба? Ал олай болса өзіңе ұнаған түсті. Ал Парзана сенің оюың бітті, иә? Ал жай ала қой. Өте жақсы, міне Парзана. Өте жақсы Парзана. Әдемі ою істедің, иә? Қарашы міне. Мында тұрған тақтайшада нейро жаттығуы бар. Қызыл. Көк. Ойынның аты бақытын тап ойыны. Бұл ойында қазақтың ұлттық оюлар арқылы бақытын тауып түстерді ажыратасың. Жарай ма? Қазына Алинұр ойынның аты қыз қуу. Ойынның шарты текшені лақтырып, мәре сызығынан өтіп жету керек. Кім қандай санды лақтырады, сол бойынша ойынның шартымен жүресіңдер, иә? Бірінші қазына бастайды. Қазына. Лақтыра қой. Қанша сан түсті? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Алинұр, сен лақтыр. 2. 1. Сенде қызылы қанша асық болды? 2. Көкте қанша асық болды? 5. Барлығы неше асық бар екен сенде? Сана. 1, 2, 3, 4, 5. 5 асық бар екен, өте жақсы. Қанша көк асық бар? Қанша көк асық бар? Санай ғой. 1, 2, 3, 4, 5. Өте жақсы. Ойын ұнады ма сендерге балалар? Иә. Қараңдар, мына жерде суретте берілген қазақтың ұлттық әшекей бұйымдары, киімдері және сауық саймандары бар екен. Осыны ретімен қалай тұру керек екенін табуымыз керек. Мысалы, қыздар не киеді? Айтамыз, қыздар бүйтіп баста не киеді? Не ол? Сәукеле. Одан кейін үстімізге не киеді екенбіз? Айналдырып. Не киеді екенбіз? Көйлек киеді екенбіз. Аяғымызға не киеді екенбіз? Сендердің алдарында тұрған киіз үй, ғажайып киіз үй деп айтылады. Бұл жерде сендерге сыртында берген тапсырмаларды орындасыңдар, ішінде бұдан да ғажап ойындар бар екен. Олай болса, берілген тапсырмаларды орындайық. Кәнекей. Әли, орындай қой. Саған мақтағыз бен мысық мезгілімен қою екен. Қазақтың ұлттық дәстүрлерін, ұлттық тағамдарын жинақтау екен, істей қой. Камала, әдемілеп қызын шашын өре қой. Айтқан, оюларды түстеріне қарап ажыратып қой. Бибі Хадиша, асықтарды сан ретімен қойып атсың, е? Дүтана, өте жақсы. Ал, балалар, олай қандай тапсырма бар екен көреміз бе? Олай болса, кәне маған көмектесеміз, оғашпаймыз. Өте ақсын, бесінен аламыз болды. Енді ашамын.
kiyіз үйімізде қызықты ойындар бар екен. Ойнағыларың келе ме? Олай болса мен ашамын. Қараңдаршы балдар. Олай болса ойынды бастаймыз. Осыны ашып бетікті қойсын. Так, есін келсең болды. Сен аспаптарды сиқырлы киіз үйімізді сендерге берген тапсырмаларды ойына ұнады ма? Бұл біздің қазақ халқымыздың ұлттық құндылықтары, күнделікті біздің қолданып жүрген біздің киімдеріміз, төрт түлік жылқы, түйе. Өте жақсы тапсырмаларды орындадыңдар. Сендерге үлкен рахмет. Сендерге ұнады ма тапсырмалар?